Дәл осы самсаны қазір дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ал құрметті ханымдар, самсамыздың қамырына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, су, тұз керек болады. Орташа тығыздықтағы қамырды илейтін боламыз. Енді начинкасын істейміз. Мына жерде фарш, пияз, картошка, тұз, бұрыш қосатын боламын. Зира қосуға болады. Мен үйде болмаған соң қоспай жатырмын. Негізі зира қосу керек. Жұқа қылып қамырымызды жайып болдық. Енді 100 грамм майымызды микроволновкада ерітіп құятын боламыз. Міне майымызды ерітіп алдық. Енді бетіне құйып бір келкі қылып жағып шығатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Осылай нығыздап орап, морозильникке 15-20 минут немесе одан да көп уақытқа қойып, қамырымызды демалдыратын боламыз. Мінекей қыздар, 20 минут өтті. Мен морозильниктен алып, уже пісірейін деп жатырмын. Қазір алып, бөліктерге кесіп, самсамызды түйіп, духовкаға салатын боламыз.
дайын самсаларымызды 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Самсаларымыз пісіп шықты. Қазір жақыннан көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Баршаңыз осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Баршаңызға ас болсын.